Тойдан кейін исчез пропалсың ғой. Ал бүгін Дилоктың бірінші келін болып жүрген күні. Қазір мына жерде өлең қойып жіберем. Андай кішкене күшті келіндер құсап бірдеңе істеп жатшы, типа. Дым істей алмайсың, бірақ бірдеңе күшті істейтін құсап, иә. Ят болады, 3 в 1 чай құйып тұрған не? Бәкі айтады ғой. 3 в 1 чай құйып тұр деп айтады ғой. Мама, білесіз де, келінді бұлай ұстау керек. Түсіндіңіз бе? Қатты алақан ішіне жібермеңіз. Өзім осы күнге шейін бұлай ұстап келгем. Енді мен алақаныңызды ашыңыз. Ашыңыз. Мен сізге бердім. Жібермең. Осылай ұстаңыз енді. Ама көрсету керек адайдың қыздарына. Мама өзі адай ғой. Адайлардан қорлық көрген адам құсып. Мынау өзі бөсіп тұр ғой, мынау келмей жатыр. Ойнайым ғой. Екеу қызы мен мамасындай жүрсе болды. Мама, мына біріншісін қызындай көресіз ғой, екіншісін ертең келініңіздей көресіз, иә, тоқалды. Екіншісін өлтіріп орайық, мама. Екіншісін өлтіріп орайық. Тоқалам дейді. Тоқал есть, тоқал. Оған сен рұқсат бердің бе? Оған сен рұқсат бердің бе деймін. Ой, мама, сомнениеңіз бар ма? Мен ондайға рұқсат сұрамаймын ғой. Тоқал есть, тоқал ғой. Бұл өте срочный информация. Алданып қалмаңыздар только. Міне дәл осындай реклама шығатын болса, ешқашанда сенбеңіздер, мошенниктер өтірік менің видеомды пайдалана отырып, сіздерден ақша жасап алғысы келеді. Сол себепті вообще сенбеңіздер. Именно білесіңдер да, менің тойымнан кейін шумиха болды, активность өсті. Өскеннен кейін менің аудиториямды тағы да тонау керек олардың цельдары. Дәл солай сіздерді тонау алуы мүмкін. Біреулер ақша сұрап, маған сеніңіздер деп менің түрімді көрсетсе, ешқашан сенбеңіздер. Бар шындық только менің историямда. Кеше тойдан кейін бәрі есік көрсетуге шақырып жатыр. Ол бізде сондай салт дәстүрі бар. Келген келінге туыстар үйін көрсетеді. Одан кейін сол үйге зеленый ғой, короче, кіре беруге болады. Бүгін мен мамамның туған ағасының үйіндемін. Өзімнің нағашыларым. Қазір кіреміз, столды көреміз. Дилок уже іште отыр. Осындай күшті қылып стол жайып қойған бізге. Ал келіндеріңіз мына жақта отыр. Ай, қолындағы сөз тапсаң 10 мың теңге сенгі. Бірден тап, 10 мың теңге сенгі. Подсказка айтсай? Подсказка өте ақ көңіл. Мен ба? Ол жанды біраз жан армандайды. Точно мен десей. Біраз жан армандай ба? Айва. Ооо, күйдірге. Адам ба? Адам. Мен ғой? Біліп тұрсың ғой не екен, е? Білдім бе? Қолынан келмейтін жоқ. Адам ба? Адам. Адам аты ма? Иә. Өзін дегеннен қайтпайтын. Айтқан, не болып бәрің өзін? Өзін айттыңсың сен? Алишер. Ондай кішкене есім жинап далаға шығып жатыр. Ауырып тұрғанымыз көрініп тұрған шығар түрімізден, ә? Әнәнән.
дайындалып жатыр. Қазір енді бұның дымы қалмайды енді, білесің ғой өзің. Терезесі сынған, ішінде мынаяқтың терезесі жоқ. Менікі жаңа жылдан кейін әлі тұрғаннан деп әлдер. Жигулиді тек түсінетіндер біледі ғой енді. Қызыл подсвет сүңгілектерінің бәрі. Күнді күтеміз. Осым өзгеріп жатыр, оған мән бермеңдер. Всем привет! Не помню. Енді түсінесіздер ғой, келінмін, андай-мындай жоқ. Енді уақытым жоқ емес, бар, но әйтеуір не саларымды білмей потеря болып жүрмін. Пока что кішкене келіндік өмірге үйреніп алайын, сосын нормально салам деп ойлап жүрмін. Бүгін и кеше біз есік көрсетуге бардық. Бүгін қазір мына үйдің есігін көріп жатырмын. Короче, Жанның мамасының ағасының үйі. Осында келдік, есік көрсету деген не екен білетін шығарсыздар. Жаңа түскен келінге туыстары үйіне шақырып, үйімен таныстырып, осылай араласып кетеді екен. Так, вот, келіндік өмірім нормально өтіп жатыр енді. Бірақ Всем привет, достар, қалайсыздар? Мен съемкаға қазір бара жатырмын, және бір қызбен кездесуге бара жатырмын. Ол қызды сіздер танисыздар, чуть позже стористан көресіздер. Сыналар жардай жігіт болып, наңғара ужас сындырып жатыр. Наны кіргізбеу керек болады, вообще детский нәрсеге. Қара. Соғысатқа. Настал тот момент, жаңа қызбен кездесетін боламыз, аты Іңкәр. Помните, ровно месяца назад, қазір бір видеоны көресіздер, содан кейін естеріңізге түсетін болады. Уже давно ждут нас. Әйгерім? Іңкәр, да? Сендерге таныстырып кетейін, вообще таныстырмадым. Іңкәр жасы нешеде? 18-де. 18-де. Қазір килограммын? 73, ja? Арайлым, жасы 15-де. Килограмм қанша болып тұр қазір? 72. Итак, осы қыз келіп тұр қазір. Привет! Смотри, какая худая. Қанша килограмм қазір? 11 килограмм. Капец, молодец. Қанша весила? 72, қазір 61. Блин, молодец. Взрывтар болды, өзі айтты, Гоха айтты, аптасына бір рет взрыв болады. Бірақ, молодец, 4 айдың ішінде 11 килограмм деген, это очень хорошо даже. Но у тебя все получится, так? Іңкәр сияқты каждыңыздың қолыңыздан келеді, молодец. Іңкәр айтады, тағы да арықтаймын. До конца барам, минус 20 деп айттық, до конца 50 болғанша.